Білімді болғын, білуге ұмтыл. Талабы мықты, ұстаздық жолдың. Ұстаз сөзінің негізгі мәні жақсылыққа үйрету. Өмірде өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытты болуға үйрету деген сөз. Мен Қайрат Ақнұр Қайратқызы, ұстаздық деген ұлы жолда Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы болып қызмет атқарамын. Ұстаз болу үшін кәсіби шеберлік және табандылық, мамандығына, қызметіне деген сүйіспеншілік және шәкірттерге мейірлене қарайтын кең жүрек қажет деп ойлаймын. Сонда ғана болашақ ел тұтқасын ұстайтын жеке тұлғаны қалыптастырып, нағыз ұстаз бақытына ие болады. Колледждегі білім беру жүйесі әр студенттің жеке тұлға болып қалыптасуы, оның ішкі, сыртқы, жалпы және кәсіби мәдениетінің қалыптасуы, әлемдік білім берудің даму қарқынын бағдарлай білуге бағытталған. Осы бағытта менің жұмысымның негізгі мақсаты қазақ халқының әдебиетіне, мәдениетіне, тіліне, даналығына деген шәкірттердің қызығушылығын арттыру. Менің педагогикалық ұстанымым жеткен жетістіктерге тоқтап қана қоймай, жаңа белестерге ұмтылу. Оқытушының кәсіби біліктілігін арттырудың ең негізгі тиімді түрі кәсіби шеберлік байқаулар деп білемін. Осы тұста мен колледжшілік оқытушылар арасында өткен «Мен және менің тәлімгерім» байқауында жұмысым ең үздік деп танылып, бас жүлдеге ие болдым. Болашақ ұрпақ тәрбиесіне қай ұлтта, қай кезеңде, қай елде болмасын аса мән берілген. Осы тұста білім алушылардың адамгершілік сезімдерін қалыптастыру, отанға деген сүйіспеншіліктерін арттыру мақсатында өткен аудандық және қалалық жарыстарда менің шәкірттерім жүлделі орындарға ие болды. Сәкен Сейфуллиннің 25 жылдық мерейтойына арналған қалалық колледж аралық жарыста жетекшілік еткен білім алушым жүлделі бірінші орынға ие болды. Тәуелсіздік болашақтың мекені атты тақырыпта қалалық колледж аралық жарыста жетекшілік еткен білім алушым жүлделі үшінші орынға ие болды. Абай оқулары деген тақырыпта өткен колледжшілік жарыста жетекшілік еткен білім алушым жүлделі бірінші орынға ие болды. Тәрбие бағытында ұйымдастырылған әртүрлі конкурстарға шәкірт даярлап, жетекшілік еткенім үшін алғыс хаттармен және білім беру жүйесіне үлес қосқаным үшін Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің алғыс хаттарымен марапатталдым. Елімізде орын алған жағдайларға байланысты біз қашықтықтан білім беру жүйесіне көштік. Яғни атап айтатын болсақ, Moodle платформасы арқылы оқыту жүйесіне көштік. Осы тұста мен өз пәніме байланысты бейне сабақтар түсірдім және бірлік күні мерекесіне орай 9 мамыр жеңіс күніне байланысты әртүрлі тақырыпта бейнероликтер түсірдім. Әр үйдің бір-бір еркесі болып келген білім алушыларды қоғамдық ортаға қалыптастыру үшін уақытта мұғалімнің кәсіби шеберлігі де қажет деп ойлаймын. Осы тұста мен әр білім алушымен жеке жұмыс жасап, олардың қоғамдық ортаға бейімделіп кету үшін қолымнан келгенше еңбек еттім. Мен Аббас Бердіқұл Зүбайділдаұлы, Алматы политехникалық колледжі Т1 тобының студенті Зүбайділда Азаматтың әкесімін. Баламның кураторы Ақнұр Қайратқызы бірінші күннен бастап өз ісінің шебері, кәсіби маман екенін дәлелдеді. Менің баламның кураторы Ақнұр Қайратқызына менің ата-ана ретінде алғысым өте шексіз. Ұстаздықты таңдауыңа не себеп? Жолға таста, қиындықта төселеді. Талмай әркез еңбек етсең шынайы, сол еңбектің құны бірге зілделеді. Мамандығымыз, мақтанышымыз, болсыншы жарқын болашағымыз.